Тізеңіз үнемі қақсап, мазаңыз кетірсе, артроз, артрит болатын болсаңыз, онда мен тізедегі бір қанша нүктелерді айтам, соған үнемі массаж жасап жүріңіз. Қараңыздар, міне тізеде осындай 6 нүкте бар. Міне, тізенің екі көз дейді, яғни екі шұңқырында тұрады. Осы нүктелерге міне массаж жасайсыз. Жоғары қарай итеріп, міне қараңыздар, массаж жасайсыз. Тізеңіз ауырып тұрса, жоғары қарай итеріп массаж жасау өте пайдалы. Одан кейін міне екі нүкте бар. Біреуі өттің каналында, біреу көк бауырдың каналында. Міне осы екі нүктеге біреу ішкі жағында, сыртқы жағында тұрады, массаж жасайсыз. Қараңыз. Енді екіншісі, мысалы үшін, мына жерде екі нүкте бар, иә? Біреуі ішкі жақта көк бауырдың каналында тұрады, біреуі асқазанның каналында тұрады. Міне осы екеуіне массаж жасайсыздар. Бұның орнын қалай тауып аласыздар? Яғни тізеге қолыңызды қоясыз, бас бармақтың жеткен жері мен ортаңғы саусақтың жеткен жері. Осы екі жерде. Осылайда массаж жасасаңыздар болады. Үнемі массаж жасап тұрсаңыздар, тізеге өте пайдалы. Одан кейін қолыңызды қараңыз. Алақаныңызды қыздырасыз, міне. И энергия жіберіп қолыңыздан осылай. Ыстық энергияны жібересіз. Яғни үнемі тоңса, осы арқылы тізені жылытуға болады және қан айналысын дұрыстауға болады.